қаласы әкімдігінің үміт дағдарыс орталығы 2010 жылдың 1 қарашасында құрылған. Жалпы орталықтың негізгі мақсаты ол зорлық-зомбылыққа және қатыгездікке ұшыраған жандарға арнайы 8 бағыт бойынша әлеуметтік қызметтер көрсету. Орталықтың сыйымдылығы 50 төсек орынға жабдықталған. Жалпы орталықта тұру уақытының мерзімі 1 айдан 6 айға дейін есептелінген. Жалпы орталықтың қызметкерлерімен арнайы әлеуметтік тұрмыстық қызмет және арнайы әлеуметтік медициналық қызмет, және арнайы психологиялық қызмет, арнайы әлеуметтік педагогикалық қызмет, және арнайы құқықтық қызмет, және арнайы әлеуметтік экономикалық қызметтер бойынша арнайы әлеуметтік қызметтер көрсетіледі. Жалпы жыл басынан бері орталықта 232 қызмет алушы қабылданды. Қазіргі уақытта орталықта 54 қызмет алушы тұрып жатыр. Осы центрге көршілерімнен біліп, көршілерінен осы үміт дағдарыс орталығына түскен болатынмын. 3 балам бар, 3 балам осында өзімен бірге дағдарыс орталығына келгенде бізді өте жақсы қарсы алды. Психолог өте жақсы көмектесті. Іштегі травмамен жұмыс жасадық. Заң жағынан келетін болсақ та, күйеуіммен заңды некеде тұрғанбыз. Күйеуіммен заңды некеден ажырастым. Юристің, заңгердің көмегімен алиментке бердім. Осы центрда жұмыс жасайтын ұжымдарына бәріне алғысым шексіз.